осы аятқа байланысты намаз жаңағындай жамандықтан, арсыздықтан тыяды деген бұл аят дейді. Бұл аят. Бұны қалай түсінеміз дейді. Осы аят бар бізде, және де пайғамбарымыздың мынандай хадисі бар. Намаз ол нұр дейді. Намаз ол нұр. Бұл Сахих Муслимда келетін ұзақ бір хадистің ішіндегі бір кішкентай сөйлем. Намаз ол нұр. Енді қараңыз, бізде мынау аят бар. Намаз ол нұр деген хадис бар. Мен әдейі осы жерде айтып қойып отырмын. Қазір сол кісіні қалай байланыстырғанын түсіндіремін. Сол кісіні түсіндірем. Ол кісі айтады, намаз дейді, жақсылықтан, жамандықтан тыюшы деген, бұл бейне бір намаз бізге бүйтіп айтып жүрген сияқты дейді. Намаз бізге насихат қылып жүрген сияқты дейді. Сен Құдайдың алдында қиямда тұрасың, Алланың алдында рүку қыласың, Раббыңның алдында сәждеге барасың, Раббыңның алдында Құран оқисың, Раббыңның алдында тұрып құлшылығыңды қыласың. Сен ұялмайсың ба деп, сөйтіп намаз бізге насихат қылып жатыр дейді. Енді намаз ол нұр деген не деген сөз? Айтады, қашан сіз дейді, намазыңызды толыққанды, кәміл күйде, сезінген күйде, Алланың алдында тұрғаныңызды толық сезініп, Алладан қорқып, оқып жатқан нәрселеріңіздің мағынасын түсініп, соған үңіліп, осылай намазды күштілеп тұрып оқитын болсаңыз дейді, намаздың нұры артып дейді, мана нұр артып дейді, ол қараңғылықты қуып шығады сол кезде дейді. Ал намаз қалай болса солай оқыла беретін болса, онда мана нұр ол кішкентай ғана нұр болып тұрады дейді. Ал кішкентай ғана нұр қалайша үлкен қараңғылықты қуып шығады дейді. Сол себепті сіздің жамандықтан тыйылуыңыз, ұятты нәрселерді тастауыңыз намазыңыздағы өзіңіздің халіңізді күшейтуіңізге не әлсіретуіңізге тікелей байланысты. Тікелей байланысты. Түсініңіз бе? Намазыңызды мықты қылып, сәндеп, әшекейлеп, барлық сүннетімен, әдетімен әдемілеп орындасаңыз, намазыңыз қараңғылықты қуып шығады, өйткені нұры үлкенді. Ал енді сондай намаз қалай болса солай бар ғой, сөйтіп тез-тез оқитындар бар. Өз тез-тез оқитын адамдардың жүріс-тұрысы өз біртүрлі болады, өз сырттан көрініп тұрады. Намаз тез-тез оқып, тез-тез кетеді. Ондай адамдар сыртынан, ол сыртында бүйтіп салмақты жүрмейді ол адам ше. Ал намазында салмақты болған адам сыртта да салмақты бола бастайды. Біз осыны байқаймыз біз. Сол себепті кішкентай ғана нұр ол үлкен залымдық кетіре алмайды. Біз осыны түсінуіміз керек. Және де Абдулла Сироджуддин, Алла рахымына алсын ол кісіні, ол тағы да бүйтіп айтады. Ал енді дейді, кімде-кім 5 уақыт намазынан бөлек сүннеттер бар, нәпіл құлшылықтары бар, түнгі намаз бар, әуәбин намаз бар, духа намазы бар, ишрақ намазы бар, тағы да қосымша осындай нәпіл құлшылықтарды көбейтіп көбірек орындаса дейді, манағы нұрлар бар ғой, кішкентай нұрлар, солар бір үлкен нұрға айнала бастайды дейді. Сөйтіп манағы нұр дейді, қараңғылықты қуып шығады дейді. Ал бұған пайғамбарымыздың хадисі бар, сахих жолмен жететін. Бір күні бір кісі келіп пайғамбарымызға айтты дейді, я Расулалла, мен бір кісіні білем, ол түнде намаз оқиды, күндіз ұрлықпен айналысады деп айтты дейді. Ойлаңыз. Сол кезде пайғамбарымыз айтты дейді, саянхаху деп айтты дейді. Сатанхаху ма яфалу деп айтты дейді. Сатанхаху ма яфалу. Ол істеген ісінен намазы оны міне тияды. Енді міне тияды дейді. Болашақта. Міне тияды дейді. Енді адам бірден 180-ге өзгеріп кетпейді. Міне ол тыйылады дейді. Сол себепті біз не істеу керекпіз? Тұрақтылық, кішкене тұрақтылық керек та. Бір күн тақуа болып, 30 күн иван болып керек емес те жаңағындай. Бір күн тақуа болып, бүкіл шешіліп кетеді де, ойлау ол қателік те. Себебі кейбір кезде бір дәріні бір рет ішесіз ғой. Эффект көрсетпейді. Екінші рет, үшінші рет, төртінші рет процедураны толық қабылдайсыз, сол кезде бірақ жазыласыз да.
Дәрілер бар, процедура, мынаны бір ай қабылдау керек дейді. Врач айтады, мынаны 1-7 қабылдаңыз, үзбеңіз дейді. А 1-2 рет, 1-2 күн үзіп қалсаңыз не болады? Онда сіз толыққан жазылмай қаласыз. Дәл сол сияқты.